Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құрамында ешқандай жұмыртқа жоқ осындай тефтели тамағымыздың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеом сіздерге қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Және видеоны жоғалтып алмас үшін менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен тефтелимізді дайындап аламыз. Күрішімізді жақсылап жуып, қайнаған суға бұқтырып қоямыз. Мен алдын ала дайындап алдым. Сосын фаршымызды қолдың көмегімен жақсылап мыжғылап аламыз. Мыжғылап алған фарштың үстінен осындай бұқтырылған күрішіміз, яғни суын сырғытып алып, күрішімізді салып, оны да жақсылап фаршпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң бір дана пиязымызды үкіштен өткізіп, суын жақсылап сырғытып, фаршымыздың үстіне салып, оны да қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір дана картопымызды үкіштен өткізіп, суын сырғытып, оны да қосып жақсылап қолдың көмегімен араластырып бір масса етіп аласыздар. Және дайын болған осы массаның үстінен татымына қарай тұзымызды және қызыл бұршымызды салып, қолдың көмегімен жақсылап араластырып, осылай ұрғылап аласыздар. Қанша көп ұрғыласаңыздар сонша жақсы, біздің тефтелиларымыз нығыз болатын болады. Осылай қолдың көмегімен жақсылап әдемілеп формаға келтіріп тефтелиларымызды дайындаймыз. Дайын болған тефтелилерді 2 сағатқа морозильникке жіберетін боламыз. Оған дейін енді сорпамызды дайындайтын боламыз. Алдыменен қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымыз қызығаннан соң пиязымызды салып, оны кішкене қызартып қуырамыз. Одан соң үстінен картопымызды салып, картопымызды кішкене қуырып аламыз. Оның үстінен қызыл және көк болгарскийімізді салып, оны да жақсылап кішкене қызартып қуырамыз. Сосын түсін беру үшін және дәмін келтіру үшін томат пастасын қосып, оны да кішкене қуырып, оның үстінен 3 шөміштей суымызды құйып, татымына қарай тұзымызды салып, қазанымыздың қақпағын жартылай жауып, қайнатуға қоятын боламыз. Қайнап шыққан сорпамызды 5-10 минуттай тағы да қайнатып, сосын морозильниктегі тефтелиларымызды дәл осылай салып шығамыз. Салып болғаннан соң қақпағын жартылай жауып, қайнауға жібереміз. Міне менің тамағым қайнап, өте керемет болып шықты тефтелиларым. Көріп тұрғандарыңыздай тефтелилар ешқандай да ажыраған жоқ, өте керемет болып шықты. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, видеоны жоғалтып алмас үшін арнама подписация жасап және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл, назарларыңызға рахмет.